Баршаңызға сәлем. Бүгін мен картоптан драйники әзірлеймін. Бұған небәрі 5-ақ ингредиент қажет. 2 жұмыртқа, 2 пияз, 5 орташа картошка, ұн және тұз керек. Мінекей, ең бірінші картопларымызды аламыз да үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Мінекей, картопларымызды үкіштен жақсылап өткізіп алдық. Енді осының үстіне пиязымызды жақсылап өткіземіз. Мінекей, пиязымызды да жақсылап өткіздік. Енді осының үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқаны салдым, және үстіне кішкене шым-шым тұз дәміне қарай. Енді жақсылап араластырамыз. Осының үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымыз 2 қасық ұн салсаңыздар жетерлік. Бұл драйниктердің ерекшеліктері, ойлаңыздаршы, бұл драйникті жасау үшін 200 теңгеден де аз ақша кетеді. Бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп жасайсыздар ма? Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді аламыз да осыны жақсылап аралағанды бөліп саламыз. Әр жағын 20 секундтан пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей, осылай қызарғанша қуырамыз жақсылап. Дәмі өте керемет драйники. Мен жаңа ғана істедім, уже бәрін жеп тастадым. Істеп көруге кеңес беремін.